Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай керемет, нәзік, жұмсақ болып шығатын турецкий пирог жасаймыз. Бір жасағаннан шығады және ойланбай жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сүтімізді, сары майымызды құйып аламыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май құямыз. Ұнымыз бен какаоымызды алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Одан кейін үстіне қопсықшымызды салып, араластырып, ұнымыздың бір бөлігін салып, миксермен араластырып аламыз. Қалған екінші бөлігін салып, бір тегіс масса болғанша араластырып аламыз. Бізде дайын болды. Енді формамызға құйып аламыз. 180 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Үстімізге қантымыз салып, араластырып аламыз. Кукурузный крахмалмен 1 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін баяу отқа қойып, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Бізде креміміз қоюлана бастады. Енді осыны алып, үстіне сары майымыз салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Дайын болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып қойып қоямыз. Бізде пирогымыз дайын болды. Енді үстінен осылай ағаш таяқшамен кесіп алып шығамыз. Пирогымыздың бетіне қазір өсіп тесіп болғаннан кейін үстімізді құямыз. Ол кезде пирогымыз ыстықтай болу керек. Енді бетіне жаңа кремімізді жағып аламыз. Кремді осылай көптеу, қалыңдау қылып жаққан жақсы. Одан кейін бетіне сәндік үшін мен осындай какао сеуіп алдым. Какаоны сеппей, қалаған нәрселеріңізбен сәндесеңіздер болады. Пирогты толықтай суытып барып кесеміз. Бұл мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Бір жасағаннан менде тез жақсы шықты. Дәмі өте керемет, өзіме ерекше ұнады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.